Домбыра тағдыр достарым. Сәбит Әкрамұлы. Шыны менен 30-ға қол бұлғадық, 40-тың да болары ол бір анық. Қосақтасып жол таптық, қош шек боп, басымызды толғадық домбыра қып. Пернелері біздерге аялдама, сая болған аттыға жаяуға да. Қос құлағы қалқайып қайран достар, қартайып барамыз біз қалай ғана. Кешегі бала күнім елестейді, жастықтың желеспейді. Сол кездегі жалаң аяқ жалғыз күнім қазіргі 1000 күніме теңеспейді. Кезектесіп қос үйге қонатынбыз, ыстық құйып суыққа тоңатынбыз. Құс жастық қос көрпе жатпасақ та, құшақтасып бауырмал болатынбыз. Не көрсек те бір жүріп көретінбіз, қытымыр қиынға да көнетінбіз. Жарты нанды жарып жеп қарқ болумен бүтін нанды теңдей қып бөлетінбіз. Өмір деген өгейлеу ол бір ана, тағдырымыз ұқсайды домбыраға. Шанағында шайқалып біздер жүрміз, кім білсін солдырама, тоңдырама. Балалықтың барлығы алып қалды, қалжат деп аталатын сол бір ара.